күні құтты болсын. Құрметті көрермендер, біз бүгін отандық Қадам KZ брендіне қонаққа келіп отырмыз. Аты айтып отырғандай, бұл жерде ұлттық аяқ киімдер өнімі. Өзіңіз жайлы айта кетсеңіз, жалпы Қадам KZ-тің жетістіктері, нарықта қанша жыл болдыңыздар? Есім Ғайни Камал, менің осы Қадам пиар менеджері. Қадамның алға қойған мақсаты біздің қазақ киімін өзіміз қазақтар дамытпасақ, біздің киімімізді ешкім дамытпайды. Негізі жалпы да біздің өзіміз ұлттық құндылығымызды, мәдениетімізді дамытпасақ, өзіміз көрсетпесек, бізді ешкім білмейді, танымайды. Ұлттық киім дегенде біз бұрынғы көне жұмыстарға сүйенеміз, иә? Сіздерде қаншалықты сүйенесіздер? Модернизацияға басым назар аударасыздар ма? Творчествода жүрген адамдар негізі бұрынғы нәрседен, көрген нәрседен ләззат алып, содан вдохновение вдохновение шығып, содан туындылар шыға бастайды. Біз негізі бұрынғы ой өрнектерден, бұрынғы біздің жаңағы культурамыздан алынған осылай шыққан туындылар. Бірақ қазіргі заманда әрине новизна да керек, модернизация да керек. Ол да өтірік емес, яғни бұл кішкене жаңалап жасай берсек, туындылар, яғни тарихта қалдырып қоямыз, бірақ жаңалап жасау біздің алдағы мақсаттарымыздың бірі негізі. Мысалы, мына етіктерді көріп отырмын, мына барлығы 100% қолдың жұмысы ма? Иә, қолдың жұмысы. Бір етік бірнеше адамның қолынан өтеді, негізі эскиз жасалынады, эскизден кейін швеяға кетеді, швеяның затяжникке, оның арасында бірнеше адамның қолдарының туындылар болады, яғни салу, мысалы бұл жерде вышивкадан жасалынған, мысалы мына жақта вышивкадан қолдан тігілген. Оны басқа адам жасайды. Техникалары бар негізі. Міне аяғында тұрған етік, көріңіздер. Мысалы, бұл аяқ киімдер көбісі ойлайды негізі. Әртістер ғана киеді деп. Неге? Әртіс болмай-ақ бұндай аяқ киім ерекшелеп. Біз көшеде киіп жүрмесек, бұл аяқ киімдерді көрсету, яғни тану болмайды. Сол үшін, яғни сіздер кейбір адамдар болады, әртүрлі, әр адамның стилі әртүрлі, вкус әртүрлі, талғамы. Егер де сіз минималисті стильде қаласаңыз, біз оны да тігіп береміз минималист стильде. Яғни артық оюсыз, міне аяғында тұрып, тек қана бір жеріне ғана ою, спокойны, яғни кішкене түс десеңіз, солай келістіріп. Қарапайым халыққа бұл қол жетімді ме? Қарапайым халыққа негізі қол жетімді. Мен ойламаймын, бізде өте, біздің бұрында былай болатын, біз өте арзанға сататын, сосын біздің еңбек бар оны арада. Яғни қазақшылап айта алмайтын, енді орысша обесценивать труда болмасын, себебі біз қазір ортада нарықты орташалап ұстап тұрмыз. Негізі барлық любой дүкенге барсаңыз, сіз кожаный етікті 50 мыңнан кем алмайсыз. Негізі 50 мыңнан, 60 мыңнан, даже ондай ұзын етіктер даже 100 мыңға барады. Келіп жатады, даже турецкий етіктер қазір ондай бағада тұрмайды. Эко-кожа бізде 45 мыңнан басталады. Бірақ ұзын етіктердің бағасын айтып отырмын. Қысқа етіктерді төмен әрине. Ал еді натуральный кожа таза былғардан болатын болса, 75 мыңнан жоғары болады. Ал мына материал, етіктің жасалынуында кететін материалдар ол өзіміздің отандық өнім бе? Отандықта болады, Қазақстанда қазір былғары жасалынып жатыр, көбінесе Түркиядан келеді, Европадан келеді, бірақ тоже клиенттің талғамы, айта кетейін, мына кожадан жасау, кожаларды көрсетеміз негізі, көретіндер өз жерде көрсетеді, мынандай кожаға ұқсас жасап берші, кейбір клиенттер уже. Ол кезде енді бізде Қазақстанда болмаса, әрине европалық, турциялық кожаларды аламыз. Негізі бірақ барынша қазақстандық кожалар, енді кішкене біздің қазақстан кожалар кішкене қаттырақ, андай полный неден өтпеген ғой, обработкадан. Турциядан Европаға келген кожалар енді өте жұмсақ болады, әртүрлі түсте. Бізде мысалы, бұйыртса енді Қазақстан кожалар дамып берсе, әрине өзіміздің өнімдерді қолдансақ, неге керемет болар еді, неге? Бәсекелестік тудыратын басқа да компаниялар, жобалар бар ма? Киімде айталам бар негізі, бірақ біздің Қазақстанда бір конкурент етіндей ондай жоқ негізі. Бізде мысалы қазір цех дайын тұр. Жақын арада бізде сол мемлекеттік грант деп жатады, сол жақтан оқушыларды алып, үйретіп, оқимын деген жандарды алып, үйретіп. Яғни арнайы мамандық бар, иә? Қандай вузда? Нақты вузды білмейді екенмін. Жүргенов? Жүргенов емес, больше негізі Сымбатта ғой колледж тігінші. Тігін швея деген. Негізі қазір колледждерде бар білуім бойынша. Бірақ нақты қандай колледж екенін айта алмайтын, бірақ бұл көбісі адамдар хобби ретінде қарайды, бірақ бұл да табыс көзі негізі. Әрине, үлкен еңбек. Еңбек,
кішкене бізде қазір дайын нәрсеге ол қазіргі дайынға жүгіреді да көп адамдар, бірақ бұл өте еңбек, кропотливая работа деп жатады. Істесе, әрине істеген еңбектің ақысы да тәтті болады. Таза былғардан тігілетін кожалар негізі көбінесе жұмсағырақ болады. Қазір аяқ киімізде мысалы қазір көрсетіп Сонда бір етікті бірнеше адам тіге ма? Иә, бірнеше адам тігеді. Бірнеше адамның қолынан өтеді. Мына жерде міне қараңыздар, кожаның үстіне қойылған бұл арнайы машинамен қойылады. Осы етікті алып көретін болсақ, күнделікті өмірге бұл қаншалықты шыдамды? Кем дегенде жақсы айта аламын, аяқ киімді бұзбай, енді бар адамда кейбір аяқ киімдерді жаман кететін адамдар да болады. Жебір адамдар, мен сияқты. Аяқ киім сапасына да қарамай, кейбір аяқ киімдер өздері сондай болады енді. Негізі аяқ жасалынатын. Мынау да бір өзінше қызық екен. Бұның үсті бар бірге двойной. Болатовна осы қадамның негізін қалаушы Қазақстаннан көптеген сертификаттар алды, мемлекеттік, қалалық. Болашақта енді сіздерден бір етік алып қаламын деген ойдамын. Бұйыртса, рахмет сізге келіп уақытыңызды бөлгеніңізге, осылай бізде сұхбат алғаныңызға, бізді ел танысын, көрсін. Қазақ деген бір-бірімізді қазақ қолдап қорғамасақ, бізді ешкім басқа елден келіп, біздің мәдениетімізді ешкім танығысы келмейді. Рамазан айы құтты болсын, оразаларыңыз қабыл болсын. Сау болыңыздар.